Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көрпешеге арналған оюды ойып, тігіп көрсететін боламын. Және де қалай қию керектігін және жабыстыру керектігін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кет. Ең алдымен ою лекаласын сызып аламыз. Мен жай ғана осындай қағаз түрін алдым. Алдымен қолымызды жаттықтырып алу үшін осындай жай ғана қағазды қолдансаңыздар болады. Дәл осылай мен жасағандай видеоға қарап жасап шығыңыздар. Қағазды дәл осылай бүктеп шығамыз, бірдей етіп. Мен оюдың өлшемін 16-16 болғанын қаладым. Сіздер өздеріңізге керекті өлшемді аласыздар. Дәл осылай бүктеп болғаннан кейін біз оюымызды сызып бастаймыз. Бұл оюдың аты қошқар мүйіз. Оюыңызды қаншалықты әдемі сызсаңыз, оюыңызда дәл солай әдемі болып шығады. Енді оюымызды қиып бастаймыз. Осы сызғанның үстінен бірдей етіп қиып аламыз. Себебі бір қиғанда екі ою әдем болып шығады, яғни шеті де және іші де керек болады. Оюды ашып тексеріп көреміз. Және шетіндегі қағазды да ашып тексереміз, себебі бұны да қолдануға болады. Менің қолданатын матам матовый бархат матасы. Осындай екі түсті матаны таңдайсыздар. Мен қызыл және ақ матаны таңдадым. Үстіне дәл осындай бірдей өлшемінде паутинка клейімізді қиып аламыз. Ең алдымен паутинка клейімізді қоямыз, одан кейін основной матамызды, одан кейін оюымызды қоямыз. Мен оюды қатты қағаздан қиып алдым, себебі жаңағы қолданған қағазымыз өте әлсіз, жыртылып кетуі мүмкін. Алдымен паяльнигімізді қыздырып алып, осылай оюдың шетімен ойып шығамыз. Сызып алып қайшымен қисаңыздар да болады. Маған осындай паяльникпен жұмыс істеген өте ыңғайлы. Паяльникпен оюды оятын болсаңыздар, жұмысыңыз тез бітеді. Бірақ қолданған кезде абай болу керек, қолға тиіп кетсе күйіп қаласыз. Барлық шетін ойып болғаннан кейін артық шеттерін қиып тастадым. Қиып болған соң шетіндегі оюдан бастап жаймен тартып аламыз. Астындағы паутинка клейіміз матаға жабысып тұрады. Себебі паяльникпен жүрген кезде мата мен паутинканың шеті жабысып қалады. Шетіндегі оюды алып болғаннан кейін қағаздың үстіндегі булавкаларды алып, жаймен қағазды тартып аламыз. Қатты тартпаймыз, себебі қағазымыз жыртылып кетуі мүмкін. Енді оюымызды тексеріп көреміз. Өте әдемі ою пайда болды. Ақ матадан оюымызды ойып алдық. Енді қызыл матадан ойып аламыз. Ойып болғаннан соң, бұны да ақырындап, бөлек-бөлек оюларды ажыратып аламыз. Бір ойғанда екі оюдан пайда болды. Ақ матадан және қызыл матадан кез келген екі оюды алып, тігіп көрсететін боламын. Ендігі процесс ою жабыстыру. Дәл осындай 16-16 өлшемдегі матаны ақ және қызыл түсінен қиып алдым. Және оның астына осындай флизелин жабыстыратын боламыз. Осындай ақ мата және қызыл матаның астына флизелинімізді жабыстырып шығамыз. Егер де флизелин матаны бірінші рет жабыстыратын болсаңыздар, осындай жылтырлап тұрған жағын матаның изнанка жағына жабыстыратын боламыз. Флизелиннің клейі ерігенше үтікті көп ұстап тұрамыз.
Жабыстырып болдым. Осындай әдемі формасын ұстап тұрады, қағаз сияқты. Ендігі кезек оюымызды орналастырып шығамыз. Ақ матаға қызыл оюымызды қойып шығамыз. Ал қызыл матаға ақ оюымызды қойып шығамыз. Жақсылап ортасын тауып орналастырамыз, себебі қисық болып қалмау керек. Үтіктеген кезде үстіне мата қойып үтіктейміз, себебі бұл матаның түгі жатып қалады. Үстіне мата қойып, осылай үтіктеп шығамыз. Оюлардың шеттерін тігіп бастаймыз. Бұл ақ матаға қызыл оюды жабыстырылған деталь болатын. Яғни оюы жоғарыда тұру керек. Сол матаға түстес жіпті таңдап тігіп шығамыз. Мысалы, менде қазір қызыл ою, қызыл жіппен тігіп жатырмын. Немесе қаласаңыздар, золотистый, серебристый жіптерді қолдансаңыздар болады. Тігіс түрін зигзаг тігісімен тігіп жатырмын. Зигзаг тігісін өте кішкентай түріне қойып тігіңіздер. Сонда тігісіңіз өте әдемі көрінеді. Бұлай айналдырып тіккен өте оңай, себебі жіпті алып тастап, қиып қайта-қайта тігіп отырмайсыздар. Бір лапканы, инені тыққаннан айналдырып кете бересіздер. Яғни ою тіккеннің еш қиындығы жоқ. Осылай айналдырып шетімен тігіп кете бересіздер. Тігіп болғаннан кейін тігістеріне мән беріп қарап шығамыз. Себебі тігін машинкасы кейде тікпей секіріп кетеді. Сол үшін тексеріп шығамыз. Осындай майда зигзаг түрімен тігсеңіздер, тігісіңіз тіпті көрінбей әдемі болып тұрады. Матаның арқасы да тап-таза, осындай аккуратны шығады. Бірінші оюымызды тігіп болдық, енді екінші оюымызды тігеміз. Бұл қызыл матаға жабыстырылған ақ ою. Сол себепті мен ақ жіпке ауыстырдым. Ақ оюды да дәл солай шетін тігіп шығамыз. Осындай өте әдемі сапалы жұмыс пайда болды. Видеом сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Менің каналымда тігінге қатысты көптеген мастер-класстар бар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап қайтаратын боламын.